Ассалаумағалейкум, көпшілік сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздерге Ақордадан келген жағымды жаңалықты айтатын боламыз. Алдымен біздің осы каналға тіркеліп алыңыздар. Лайк басып қолдау білдіріңіздер. Таяуда мемлекет басшысы жеке меншіктің қолына өтіп кеткен, пайдаланбай, игерілмей жатқан жерлерді қайтарып алып, халықтың пайдалануына беруге бұйрық берген еді. Бұл қызмет әлі жалғасу үстінде. Енді міне кеше ғана мемлекетімізде түрлі реформалар жүргізіліп, заңға түзетулер, жаңа норманы енгізу барысында мемлекет басшысы қоғам мен мемлекет үшін аса маңызды саналатын жерге иелік ету мәселесін шешу қажеттігіне арнайы тоқталып, былай деп атап көрсетті. Жердің және табиғи байлықтардың иесі халық деген норманы ата заңға енгізудің саяси мәні зор болмақ. Және болашақта бұл мәселені әртүрлі түсіндіруге жол берілмеу керек. Осыған байланысты негізгі заңға мынадай өзгерту енгізу керек. Жер және оның қойнауы, су, өсімдіктер және жануарлар әлемі және де басқа табиғи байлықтар халыққа тиесілі. Мемлекет халық атынан меншік иелігін жүргізуге құқылы. Міне бұл өте қуанарлық жағдай. Керемет жаңалық деп айтуға болады. Бұдан кейін халық жерге иелік ете алады. Жерден толықтай пайдалана алады деген сөз. Бүгінгі хабарымыз осы араға дейін болды. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.